Саламатсыздар ма, құрметті Қазақнет көрермендері. Пайдалы айдаршамыз өзінің жалғасын табуда. Бүгінгі тақырыбымыз дұрыс тамақтанудың пайдасы. Сіздермен бірге мен Қасен Айдана. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас адамның арқауы. Қаншалықты дұрыс тамақтансақ, денсаулығымыз соншалықты мықты болмақ. Біз бүгін дұрыс тамақтанудың негізгі ерекшеліктеріне тоқталғымыз келеді. Дұрыс тамақтану ең алдымен диета емес екендігін ашып айтқан жөн. Артық салмақтан арылу үшін кейбір қыз-келіншектер түрлі диетаға бет бұрып, кейде тіпті шыдамай бұзып жіберетінде кездер болады. Ал сіз дұрыс тамақтану арқылы әрі салмағыңызды азайтып, әрі ағзаға күнделікті қажет ақуыз, май, көмірсуларды мөлшерімен тұтынуды үйренесіз. Ендеше негізгі ерекшеліктерге және ескеретін кейбір мәселелерге тоқталып өтейік. Сонымен дұрыс тамақтанудың негізгі ережелері. Бірінші ереже: жиі әрі аз-аздан тамақтану. Әр 2,5-3 сағат сайын тамақтану. Бір күнге 5-6 рет тамақтану қажет. Екінші ереже: рационда белоктың, майдың және көмірсутегінің болуы. Үшінші ереже: бір күн ішінде тұтынатын майды, белокты және көмірсутегін өз организміңіздің қалауына қарай ыңғайластыра қолдану. Төртінші ереже: таза су. Күніне 2 литрден жоғары мөлшерде су ішу керек. Бесінші ереже: таза тамақ. Жартылай фабрикаттардан, тез дайындалатын тағамдардан және тәттіден бас тарту. Алтыншы ереже: калория нормасын сақтау. Дұрыс тамақтану ережелерін ұстана отырып, артық салмақтан қиындықсыз арылуға болады. Әсіресе тәттіден, қуырылған тамақтардан мүлде бас тартқан абзал. Ал тәттісіз ағзаға қиын деп шешсеңіз, тәттіні алмастыратын көптеген өнімдер бар. Мәселен, қантты алмастыратын арнайы таблеткаларды қолдануға болады. Сондай-ақ тәтті торт, бәліш, құймақ сынды өнімдерді бидай ұнынан емес, күріш, жүгері, сұлы жармасының ұнымен калориясы аз әрі денсаулыққа өте пайдалы етіп пісіруге болады. Ыстық тамақтарды мүмкіндігінше суға немесе буға пісірген абзал. Адамның денсаулығының 80% оның қалай тамақтануына байланысты болады. Сондықтан дұрыс тамақтану ережесін ұстанғандарыңыз дұрыс. Осымен пайдалы айдаршамыз аяқталды. Сіздердің игіліктеріңізге жараса, біз өте қуаныштымыз. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.